Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңыз? Біріміз Лойдияс. Мен қайтадан YouTube'ға оралдым. Бүгін біздің тақырып, бұл тақырыпта видеосы, біз бірдеңені талқылайтын боламыз. Ондай видеолардың шықпағаны өте көп болды. Дәл бүгін сондай видео шығарып тұрмын. Бүгін мен сіздерге Bedwars ойыны не үшін түсірмей кеткенімді айтатын боламын. Сіздер видеоға бұрын ана жазып лайк басып, каналға тіркеліп кетейік. Ал ендеше біз видеомызды бастайық. Ең алдымен ол менің телефонымның қатуы, мен Bedwarsқа кірген кезде видеоларым өте көп, мен видео түсіріп жатқан кезде, мен енді 6 минутын түсіріп жатқан кезде, менің телефонымда Майнкрафт қатып қалған кезде, ол видео өзімен өзі өшіп кетеді. мен оны өшірмеймін, және ол галереяға да сақталмайды. Сосын мен жыным шығатын болады. Оны мен 1000 рет, оны мен 10 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет істеймін, бірақ менің жынымнан шыдамай, мен оны до конца түсірмей кетемін. Бұлайша мен күніге негізі Bedwars видео түсіріп жүрмін. Алайда жолым болмай жүр. Уже видео түсіргеніме 1 ай болды, 1 айдан асып кетті, 3 ай ма болды Bedwars шықпағанына. Және келесі бізде, айтқанда, келесі нәрсе ол маған Bedwars видеоларын шықпауының кесірі, ол память. Менің памятім кез келген нәрсеге толып қала береді. Мысалы, мен қазір 11 минуттық видеоны түсіру үшін, оны түсіргенмен бәрібір оны монтаждайтын кезде, иншотқа салған кезде, ол 1110 мегабайт болып тұрады. Ол өте көп, мен не өшірсем де ол толмайды. Сол әрине. Үшінші нәрсе, ол менің еріншектігім. Мен осы жылы өте көп еріншектеу болып жүргенімді мойындаймын сіздерге. Дәл бұрындағыдай мен көп видео салмай кеткенмін. Мысалы, мен бұрын 1 күн, 2 күнде видео салып тұратындығымын. Күніге видео салатынмын. Ал қазір ондай емес. Қазір өте мықты қарқынмен, өте мықты превьюмен, өте мықты монтажбен YouTube'қа оралып жатырмын. Сіздер мені қолдасаңыздар, Құдай қаласа 400 подписчик, 500 подписчиктен аса беретін боламыз. Тек сендердің қолдауларың күн сайын видео түсіруге маған мотивация береді. Просто бір коммент жаз, топ деп коммент жаз, или керемет видео деп жаз, мен саған ответ берем, және сенің жазғаның маған мотивация әкеледі, сенің комментің маған мотивация әкеледі, мен өте көп басыма идеялар келіп, өте көп видеолар түсіруге тырысатын боламын. Мен күніге видео түсіріп жүретін боламын сол кезде. Тек комментке топ сөзін немесе керемет видео, или лайкты қалдыр, стикерді, соларды қалдырсаңдар, айтқанда тема болады. Мен күн сайын видео түсіремін. Төртінші нәрсе, ол сабақ. Сабақтың да бір кесірі бар. Мысалы, сабақ менде азанғы. Мен азанда оққаннан кейін, менің уақытым әбетте болғанмен, мен әбетте ұйықтаймын, айта берейін енді. Ұйықтаймын, енді сабақтан шаршап келіп ұйықтаймын. Содан кейін үйдің тірліктері бар дегендей. Сосын өзіме сәл болсын уақыт арнау керекпін дегендей ғой, достар. Басыма идеялар іздеймін. Видео түсірем, сабақтың кесірінен. Мен көп сағат бойы, надоел сол ше. Көп сағат бойы мен мектепте боламын, және мен бір жақсы азанда оқимын, әбетте емес. Солсы маған ұнайды. Келесі нәрсе ол менің, кейде менде телефонда ошибкалар болып жатады. Менде кейде Real Message, мен телефонда бір кезде пин-код бір түрлі болып кетеді, или бір жап-жасыл бірдеңе шығып кетеді бетіне деген сияқты. Ал бесінші нәрсе ол менің өзімнің қатты біреуге жынданып жүргенім. Мен еркөшпен видео түсірем деп жүрген кезде, ол маған видео түсірмеймін, дос-балдарыммен жүрем, ана-мынау деп уақыт арнамайды, достар. Мен дейтін бұрындағыдай еркөшпен видео түсіре алмаймын, себебі ол достарымен кетіп қалады. Бір өзіне күн арнаса, екеумізде бір күн арнау керек сияқты. Және де енді 6-шы зат, ол менің Майнкрафттағы скиллім. Мен Майнкрафтта скиллімді жоғалтып алдым, бұрындағыдай қатты ойнай алмаймын. Мен дейтін қатты бақырамын. Мен Bedwars егер Skywars ойнасам, мен қазір ашуланып кетемін. Видеоларды ашу етіп сіздерге боқтағанымды түсіргім келмейді. Боқтамауға тырыссам да, боқтық сөздер аузымнан шыға береді десем болады. Және де менің келесі 7-ші нәрсе ол дейтін
менің ресурс пактар таппауым. Яғни менің кейбір ресурс пакты тапқан кезде менің телефоным қатып қала береді. Яғни чангты көтере алмай қалам. Сондай сияқты. 8-ші мәселе ол менің телефонымдағы чангтың аз көбейген кездегі видеоның өшіп қалуы. Яғни мен чангты 6-ға қойған кезде, видео бастаған кезде, менің видеом 2 секундтан кейін өшіп қалады. Мен оны 10 рет, 19 рет, 20 рет, 40 рет істеп көрсем де, ол бәрібір жасамайды. Достар. Келесі нәрсе ол менің 2 аккаунтымның банға кетуі. Яғни 9-шы деймін ба? 9-шы мәселе ол 2 аккаунтым банға кеткеннен кейін мен дейтін жыным шығып жүр. Яғни 6 күн болды. 6 күннен кейін менің аккаунтым 2 аккаунтымда автоматически өшіліп кетеді. Сіздер білмейтін шығарсыздар, Диас Геймер мен Диас YouTube қызының қызы деген бұрынғы менің қызыл аватары бар аккаунтым банға кетіп кетті. Яғни банға кетті олар. Қай Қазбек банға тыққанын білмеймін, яғни банға жібергенін мен оны білмеймін. 10-шы және ең соңғы факт, яғни факт дегенде менің ол дейтін, ол менің әрине түсініп тұрсыздар ғой, телефонды, яғни телефондағы ютубтарға, яғни қазір менде үйде смарт TV бар, негізі бұрыннан бар, айта берейін, бірақ бұрында бұзылып қалған еді. И сондықтан достар, мен смарт TV-ден YouTube көре бергендіктен мен YouTube көре бердім, соны көргім келеді. Телефон ұстағым келмейді, и соның кесірінен мен телефонды ұстауға ерініп, сол телевизорды көріп, YouTube-тан өзім каналымды көрем, Айжуақ Дейлін көрем, Аликезет көрем, мойындайын енді. Есболдарды қарамаймын, себебі олар менің айтқанымды жасамайды, мысалы олар сондай сияқты да. Достар, ең 11-ші факт, менің неге есболдармен ойнамай жүргенімді айтып кетейін. Олар просто мен айтқан нәрсені істемейді. Мысалы, есбол Brawl Stars'тан тықылыспақ түсіреміз десе, бәрі go кетеді. Ал мен Among Us'тан бірге видео түсірейік, давай қызық болады десем, олар жоқ, вообще жазбайды маған, ответ бермейді, дым жазбайды, голосовой жазбайды. Ана Ясин деген мен туралы прикол ұстап, бірдеңелерімді жамандап отырады, әйтеуір білмеймін достар, неге ондай екенін оның бір шәре кем-ау деймін мойында. Жарайды, оны айтпай қойық. Және достар, келесі нәрсе ол әрине менің достарыммен көп сөйлеспеуім. Мен бұрында YouTube қатты көп сөйлесетім, жазып отыратынмын. Достар, мойындаймын. Жарайды достар, менің осымен видеом аяқталды, себебі маған қазір сабаққа кету керек, уақыт керек дегенде ғой. В общем, достар, сіздер Диас лайк басып, каналға тіркеліп жазып кетіңдер. Яғни лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырауын шертіп кетуді ұмытпаймыз. Және видеоның астына топ, керемет видео или лайк, в общем, стикерін қалдырып кет. Сіздер Диас, пока-пока, чау. Амандықта жүздескенше.